Бұрынғы өткен заманда шал мен кемпір өмір сүріпті, шалдың қарны ашып бауырсақ жегісі келіпті, кемпір бауырсақ пісірші депті. Шал кемпір болса шалау үйде, ың жоқ қой депті. Шал кемпірге қаптың түбін қағып көрші депті. Кемпір қаптың түбін қақса, екі уыс ың шығады. Ол ыңнан бауырсақ елеп пісіреді, топ-томпақ әдемі бауырсақ пісіреді. Бауырсақты суысын деп терезенің алдына қояды. Бауырсақ терезеден секіріп орманға қашып кетеді. Орманда ойнап келе жатса алдынан қоян шығады. Бауырсақ, сен не істеп жүрсің орманда деп сұрайды. Қоян бауырсақ, адамнан да қаштым, апамнан да қаштым, енді сенен де қашамын қоян деп секіріп қашып кетеді. Орманда келе жатса алдынан қасқыр шығады. Бауырсақ, сен не істеп жүрсің орманда деп сұрайды. Қасқыр: бауырсақ, адамнан да қаштым, апамнан да қаштым, қояннан да қаштым, енді сенен де қашамын қасқыр деп секіріп қашып кетеді. Орманда келе жатса алдынан қорбаңдаған аю шығады. Бауырсақ, сен не істеп жүрсің орманда деп сұрайды. Аю: бауырсақ, адамнан да қаштым, апамнан да қаштым, қояннан да қаштым, қасқырдан да қаштым, енді сенен де қашамын қорбаңдаған аю деп секіріп қашып кетіп бара жатқанда алдынан қу түлкі шығады. Бауырсақ, сен не істеп жүрсің орманда деп сұрайды. Түлкі: бауырсақ, адамнан да қаштым, апамнан да қаштым, қояннан да қаштым, қасқырдан да қаштым, қорбаңдаған аюдан да қаштым, енді сенен де қашам түлкі деп секіріп қашып кетіп бара жатқанда маған естілмейді, мұрнымның үстіне шығып айтшы дейді. Қу түлкі бауырсақ түлкінің тұмсығына жақындағанда ап деп жеп қояды. Ертегі осымен бітті. Тыңдағандарыңызға рахмет.